Қайырлы күн достар, бүгін таңғы асқа арналған жылдам жасалатын жұмсақ әрі дәмді панкейк жасаймыз. Ең алдымен бізге керегі 4 дана жұмыртқа. Жұмыртқаның ағы сарысынан ажыратып аламыз. Және жұмыртқаның ағына жарты шай қасық тұз салып, көпіргенше миксерлейтін боламыз. Келесі жұмыртқаның сарысына қан салып араластыратын боламыз. Қопсытқыш пен ванилин ұнтағын саламыз. 500 грамм сүтімізді құйып араластырамыз. Алдын ала көпіртіп дайындап қойған жұмыртқаның ағын салып араластырамыз. Төрт ас қасық күнбағыс майын саламыз. Және алдын ала електен өткізілген ұнымызды екіге бөліп сала отырып араластырамыз. Қызып тұрған табамызды майлап, панкейктерімізді құйып шығамыз. Панкейктеріміз дайын болды. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса лайк басып тіркеліп кетіңіздер.